махаббат ертегісі 56-шы бөлім. Күйеуінің кеш келгеніне күмәнданған Севда: сен қайда жүрсің, не істеп жүрсің дейді. Осы кезде ақталған Перман: мен жұмыс жасап жатырмын дейді. Бірақ артынша Севда оның тосын сый жасап жүр деп ойлайды, өйткені 2 күннен кейін туған күні. Ал жарақаттан Куршат больницада жатыр. Осы кезде көңілін сұрап әдеттегі ғашығы Гүлзар келеді. Гүлзардың келгені таңданып қалған Мабиш апай үйіне асып осы өсектеуге, яғни Куршат пен Гүлзарды өсектеуге асығады. Ал Махер ғашығына, әйеліне жаңа бизнес ашу үшін осындай әдемі арендаға или сатып алып бизнес ашатын дүкен алып. Гүлзар мен Куршаттың арасына түскен Рашид. Ол Рашид таңданып қалды. Гүлзар саған неге келді? Саған ғашық па? Екеуінің аралары не бар дейді. Ал Сүреймен да жынданып ғашық қалды. Өйткені оған хат жазып енесі Махмет күйеуінің атынан Жампизаны жамандаған. Жампизаны бекер алдыңдар, сендерді қарсы ұшырайды деген секілді. Осы үшін де ренжіп қалды, мен де келмеймін деп соған сеніп қалды Сүрия. Қызметшісі хатты жазған кемпірі көріп қалды және ол хатты қолына ұстап тығып жүрді. Ол күйеуінен сұрап жатыр, бұл хатты не істеймін дейді. Күйеуі болса Жампизаға бер, Жампиза өте ақылды, мейірімді жан, оның ешқандай күнәсі жоқ, біліп жүрсін дейді. Ал мұнда бауырым, сен шынымен қашып болып қалдың ба? Және де анадағы тауарлар қайда? Лорд мырза қашан тауар жеткізеді? Сен оны қайда тықтың? Осылайша тергеу алып жатыр Рашид. Енді менің бизнес әлемім бар және менің дүкенім бар, тоқыма дүкенім бар деп қуанған Жампиза бөлмесінде жатыр еді. Бір кезде есік ашылып, ол есіктен әдеттегідей сумаң-сумаң еткен Жайлан кірді, яғни Селимге иіссіз ғашық еді. Ол кіре сала: кешке маған көйлек бере тұршы, мен бір досыммен кешкі асқа баруым керек еді дейді. Осы кезде Жампиза: сенің үстіндегі сәлім менің киімім Сәлімнің үйінде қалып қойған, сен соны киіп жүрсің, сен әлі Сәліммен кездесесің дейді. Осы кезде жынданып кеткен Жайлан: керек емес, көйлегіңде өзіңде деп бөлмесіне барып әлгі киімді қайшымен қиғалап жынданып жатыр. Ауру, псих, мен саған көрсетем, әлі де ізінен жүгіртіп қоямын дейді Сәлімге. Сәлім болса мұнда бүгін қызға сөз салу үшін алтын қауқар бриллиант тағылып: енді мен Оғызды өзіме қаратып аламын және мен Махердің үйіне барып Махер мен Жампизаның жанын шығарамын, олардан кек аламын. Осынша оймен өз мақсатын асыруға дайындалып асығып жүр. Ал мұнда тойға, қызметшілердің тойына барлығы жиналып жатыр. Ол құда түскелі жатыр екен. Осы кезде Жампиза кіріп, оған өте қымбат әшекей сыйлайды. Махер екеуміздің атымыздан дейді. Барлық рахмет Жампиза ханым, сен өте керемет мейірімдісің деп осылай құшақтасып жатыр. Кіші ханым деп атайды Жампизаны. Осы кезде Жампиза да қызметшілер: мен кешке Махерге тұшпара пішіретінмін, сондықтан маған оның заттарын дайындап беріңізші, мен Махерге өз қолыммен пісіремін дейді. Ал кемпір қатты іздеп жүр, ол қайда кеткен дейді Асеп ханым. Оның біреудің алғанын анық деп күдіктеніп те қояды. Осы кезде Гүлзар боямсызданып больницадан келді. сен қайда жүрсің, неге боямсызданып жүрсің, адам больницаға боямсызданып бара ма деп ұрсып келініне. Келіні болса: апа, енді боянуда қылмыс па деп бөлмесіне кетті және Сүрияға бардым деп алдай салды. Алайда Сүрияға емес, Куршатқа ғана барған. Ал кемпір артынан: мен сені білем, бәрібір аңдып тауып аламын дейді. Мабиш болса үйіне келіп: біздің Куршатқа анедегі келін Гүлзар ғашық екен, олар келіп бір-бірімен әңгімелесті дейді. Осы кезде кемпір шошып кетті. Куршаттың ондай іске бармайтынын айтып ақталып жатыр. Ал мұнда Сара өте әдемі қысқа белдемше етік киіп Мабиш апаның алдында және Жампизаның әжесінің алдында өзін көрсетіп: әдемі ба, әдемі болып кеттім ба дейді. Салихпен кездесуге бара жатыр екен. Сен сондай әдемісің, қандай керемет болып кеткенсің деп екі кемпір де мақтау сөзін айтып жіберді. Ал мұнда мен тұшпарасын жасап жатқан Жампизаны көрсетеді. Жампиза айтады: алдағы уақытта мен де сіздер секілді тамақ істейтін боламын деп. Оңаша қалған көңілдес Перман екеуі кешке бірдеңе бүлдіргілер жатыр, яғни өтірік ауырып қалып үйдегінің барлығы кетіп қалған кезде осы пормен ауырып қалып екеуі көңілді түннен өткізетін болды. Алайда кетіп қалды. Севданың барғысы келмеді, бірақ Перман: жаным, сен баруың керексің. Севда жаным, сен тойға бар, сен бармасаң ұят болады, екеуміздің мерейімізді асыруың керек, біз алған әшекейді бер дейді.
ал мұнда қатты тойға бармас бұрын Жанпизаға беріп жатыр. Мен саған беру керек немесе бермеу керек оны білмеймін, бірақ мен бергенімді айтпаңызшы. Бұны кемпірдің жазғанын білген Жанпиза қатты ашуланды. Алайда Махирге айта алмады. Ал мұнда әлі де ауруынан айықпаған Сүрия жылап отыр. Маған Мехмет енді келмейді, ол мені кешірмейді, өйткені оны атқанның қызын келін қылып отырмыз дейді. Ал қайтаға айтты, Сәлім Жайланға қоңырау соқты, бірақ қоңырауды басы жіберіп ашуланған Жайлан оған жауап бермеді. Осы кезде Сәлім не істерін білмей қалды. Тағы да қояншық ұстап бірдеңе қылатын болды алдыңғы серасында. Дастархан жайнап қойған Жанпиза өз қолымен барлығын жасап қойды және кешкі тосын сый Махирге жасаған. Алайда Махирдің көңіл күйі өте нашар, өйткені анасының ауруы әлі айыққан жоқ. Ол Жанпизаға келіп, сенің ешқандай кінәң жоқ, барлығының біреу кінәлі. Осы кезде Жанпиза айтқысы келді, бірақ тағы да айта алмайтын сияқты. Жалғасы бар.